Assalamu alaikum құрметті жақсылар. Бүгін бізде iPhone 7 смартфоны келіп тұр. iCloud бұғатын сұрап тұр. Егесі білмеймін дейді, өзі ұмытып қалған. Кім создать етіп бергенде есінде жоқ. Қалай ашамыз қараңыздар. Ол үшін бізге Unlock Tool деген бағдарлама орнату керек. Сондай жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Мына жерде құлыптың суреті тұр. Apple деген таңдаймыз. Және смартфонды default деген режимге түсіруіміз қажет. Оған түсірмесек, біз бұғаттан шеше алмаймыз. Құрметті жақсылар, ол үшін дауыс азайтқыш және өшіріп қосатын батырманы бір мезетте ұстап тұрамыз. Және дауыс азайтқышты жібермей тұрған кезде мынадай default режимі қосылады. Және мына құлыптың суретін басып, газ сәлені басамыз. Әлмен қарай осы видеоны қарап отырсаңыздар, қалай ашылатындығын көретін боласыздар. Бұл режимде default режимнен шығып кетуі мүмкін. Алғашында бірнеше рет кішкене қиындық туғызады, дегенмен iCloud'ты айналып өтетін бірден бір жеңіл жол осы болып тұр әзірге. Жақсылар, міне енді Bootram Disk деген батырма тұр. Жаңа құлыптың астында жасылмен белгіленген. Соны басамыз. Және күтеміз бірнеше уақыт. Оқып жатыр біздің құрылғының жадын. Файл оқымай қалды. Apple'дің сурет шықты, онда алманың сурет шықты. Бұл өтпей қалды. Жаңа default режимнен шығып кетті ғой. Ол үшін қайтадан көреміз. Tools-ты ашып аламыз. Default режиміне түскеніне көз жеткізу үшін дауыс азайтқыш, өшіріп қосатын батырма. Өшіріп қосатынды бірнеше секундтан кейін жібереміз. Дауыс азайтқышты жібермейміз. Осындай дыбыс шығатын болады. Бұл режимде бізге ашу мүмкін болмайды, сондықтан қайтадан перезагрузка дейді ғой, қайта сөндіріп қосатын боламыз. Дауыс азайтқыш және сөндіріп қосатын батырма. Сөндіріп қосатын жібереміз, дауыс азайтқышты жібермей тұрамыз. Міне осылай default режимі қосылды. Енді Unlock Tool'ға қайтадан аламыз. YouTube деген батырманы басып көреміз. Кейде бұл әдіс көмектеседі, кейде көмектеспей қалады. Смартфонның модельдеріне, iOS-тың несіне байланысты болады. Соңғы бағдарлама жаңартуына байланысты болады. Обновлениеге байланысты дейді ғой, жалпы сондай болады. Кейде осы жолмен өтіп кетеді, кейде қайтадан default режимнен шығып кете беретін болады. Бұл қалыпты жағдай, еш уайымдайтын нәрсе жоқ. Тек қана төзімділік керек. Бұл бағдарлама деген өзі сондай. iOS-тың бағдарламасы өте қауіпсіздігі мықты бағдарлама болғандықтан бұл қауіпсіздікті бұзу оңайға соқпайды, құрметті жақсылар. Unlock Tool дегенді мен сайттан сатып алдым. 3 айға $25 сатып алдым. Бұл Unlock Tool дегенмен жақсы көмектеседі деген ойдамын. Дегенмен сайтта заңды iOS-тарды ашқанын көрмедім әлі. Тек экран бұғатына түсіп қалғандарды ашуым мүмкін. Мен өзім тәжірибемде кездескен тек қана осы iCloud-ға түсіп қалған Hello деп тұрғандарды ашып көріп жатырмын. Бұл жерде қалай болады көрейік. Өте ұзақ уақыт керек. Бір смартфонды ашу үшін 20 минут, 25 минут. Егер бәрі
бір орындағаннан болатын болса 25-30 минутта жасауға болады. Дегенмен кейде әртүрлі ақаулар болады. USB шнур дұрыс тимей қалуы мүмкін, немесе смартфонның түбі дұрыс оқымауы мүмкін. USB шнурды таза емес, қоқыс толып қалған болуы мүмкін. Оған да мұқият мән берген жақсы. Өздеріңізге уақыттарыңызды үнемдеу үшін. Сондай нюанстар болып тұрады. Әрбір жұмыстың өзінің қиындығы болады ғой, өзіне сай. Сол сияқты бағдарлама орнатуда үлкен төзімділік қажет ететін дүние. Деген жүйке деген сияқты ғой. Дефолт режимнен шығып кетті. Смартфонды оқымай қалды өздігінен. Өзі солай болады кейде. Ол шнурдан болуы да мүмкін. Шнурды өйткені мен қанша уақыттан бері пайдаланып жатырмын. USB шнур негізі жаңа әрі оригинал болса, дұрыс түпнұсқа болатын болса, тіптен жақсы. Дефолт режиміне қайттан түсіруге талпынып көрейік. Немесе USB шнурды қайта ағытып қайттан салса да болады кейде. Кейде сондай кездеседі. Әр кезде әртүрлі ақаулар пайда болып тұрады өзі. Техника болғандықтан ешқандай кепілдік жоқ. Егер смартфоныңызға соққы тиген немесе бір жерден құлаған болса, онда бұл iCloud'да айналып өту әдісі сіздерге қауіпті болады. Өйткені қосылып тұрған смартфон ондай жағдайда қосылмай қалуы да әбден мүмкін. Құрметті жақсылар, мұқият тыңдап отырып істегендеріңіз өздеріңізге де жақсы. Өйткені тәжірибеде талай нелер, ақаулар кездескен. Қосылып келген смартфон өзімен өзі бағдарлама орнату барысында сөніп қалады. Өйткені ішінде бұларда көптеген микросхемалар болады. Солардың бірнеше ножкасы жаңа құлағаннан үзіліп қалған болса, қосылып істеп тұра береді. Бағдарлама орнатып жатқан кезде жаңағыдай ақау пайда болады да қателік беретін болады. Ол қателіктер өзі реттік санмен көрсететін болады. 40-13 деген сияқты. Егер 40-13 болатын болса, көбінесе флеш память дейді, қатты жады сол кететін болады. Сол схема. Ол схеманы ауыстыру өте қиын болады, құрметті жақсылар. Жалғастырамыз. Смартфон өшіп тұр. Дефолт режимдегі USB-ді ағытып қайттан қосып, осылай оқымай қалады кейде. Бәрі кішкене қиындық туғызуы мүмкін. Дегенмен қалыпты жағдай. Дефолт режимі қосылды. Кішкене ақпарат бере кетейін. Көбісі сізбен қалай байланысқа шығамыз деп сұрап жатады. Осы менің YouTube каналыма менің тіркеліп жазылсаңыздар, о канале деген бар. YouTube'тың менің парақшам бетіне кірсеңіздер, о канале деп тұрады. Сол менің арнам туралы
толық ақпарат бар сол жерде. Құрметті жақсылар, сол жерге кірсеңіздер, менің барлық мессенджер, әлеуметтік желілердің барлық менімен байланысатын аккаунттар сол жерде көрсетілген, номерлерім. Құрметті жақсылар, қайтадан жаңағы әдіске қайтадан көшеміз. Қайтадан басынан басталады. Үзіліп қалады ғой. Смартфон үзіліп қалса болды, компьютер оқымай қойса, қайтадан осылай басынан бастаймыз. Құлыптың суретін басып, бірінші, одан кейін бутрам дискті басамыз. Бір мезеттен істелінетін болса, құрметті жақсылар, онда смартфон қолданысқа дайын болады. Дефо режимінде тұр. Міне біздің бутрам диск екінші қадам жасалынуда. Екінші қадамнан кейін үшінші қадам болады. Сол үшінші қадамда Алла бұйыртса смартфон қолданысқа дайын болады. Оған жету үшін бірақ жаңағыдай бірнеше уақыт алысатын боламыз. %85 дейді. Тамаша. Міне смартфонның бетінде осындай титрлар жүгіретін болады. Соңында окей деген жазу шығады. Restore iCloud деген басып көрейік. Backup астындағы немесе міне bypass hello. Осы батырманы басамыз. Кілттің үстінде тұрған. Сонымен біздің смартфон Алла бұйыртса қолданысқа дайын болады. Бірден өтпейді. Біріншісінде осындай осы әдістерді қайталаумен екінші қадамда смартфон қолданысқа дайын болатын болады. Батырманы басамыз. Смартфон қосылуға дайын. Так. Бұл жерде біздің смартфон iCloud-ты айналып өткен жоқ. Әлі де iCloud сұрап тұр. Байқап көреміз. Қосып көре салайық Wi-Fi-ға жалғанып. Ашылмады. Және қайталаймыз жаңағы әдісті. Тас азайтқыш. Өшіріп қосатын дефо режимі. Режимге түсті. Бұл бірінші батырман. Дефо режимі. Екінші қадамнан асып өте алмай қалдық. Дефо оқып тұр. Тритос анықтап тұр біздің смартфонда. Және екінші қадамға өтетін сигнал келмей тұр. Осы сигнал келсе екінші қадамды орындайтын боламыз. Смартфон қосылып кетті. Бұл сәтсіздік тудырады. Қайтадан смартфонды сөндіреміз. Дефо режиміне дайындаймыз. Дауыс азайтқыш сөндіріп қосатын батырманы. Бір мезетте ұстап тұрамыз.
алманың суреті жойылған кезде сөндіріп қосатын батырманы жіберіп дауыс азайтқышты ұстап тұрамыз. Дефо режимі қосылды. Бағдарлама жұмыс жасамай тұр, оқымай тұр. Стопты басамыз. Бәрекелді. Суреті ашылды, кастерді басамыз. Бірнеше уақыттан кейін сигнал келді. Бұл тұрам диск. Қайтадан басуымыз қажет қазір оқыған кезде. Окей деген соңғы сигналды күтіп отырмыз. Міне, соңғы сигнал. Тамаша. Утрам диск басамыз. Утрам диск. Шығып кетті. Дефо режимі қайттан түсті. Құлып, сосын тұрам диск қайтадан қайталаймыз жаңа әдісті. Осылай бірнеше рет жүйкені тоздыруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Кішкене сабыр танытсаңыз смартфонды ашатын боламыз. Құрметті жақсылар. Утрам диск екінші қадам орындалуда. Соңғы үшінші қадамда бұйыртса смартфон қолданысқа дайын болатын болады. 26 mı? Ne осылайша 40% дейді. Керемет көрсеткіш. Негізі алғашында дәл осылай қабылдап ешқандай ақау кездеспесе осылай жылдам болады негізі. Құрметті жақсылар, аз ғана уақыт қалды. Бұйыртса смартфонды пайдаланатын боламыз. Титрлар жүгіруде. Титрлар жүгіріп бітті. Енді bypass, hello, disable auto erase дейді ма? Erase соны басамыз. Оқуда смартфонды толығымен оқып жатыр. Смартфон барлық жері жұмыс жасап тұр. Смартфонда ешқандай ақау болмай тұр. Тек қана iCloud-та айналып өтсек болды. Негізі видеоны кесіп жасауға да болады, уақытты үнемдеу үшін. Шынайы болсын деп видеоны кескен жоқпын. Алдағы уақытта уақыттарыңызды үнемдеу үшін қызықты ақпараттарды солай саламын егер ұсыныстарыңыз болса. Алманың суреті шықты. Міне керемет, тамаша жаңалық. Смартфон қолданысқа дайын. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдырып, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Құрметті жақсылар, каналдың дамуына атсалысайық. Егер жақсы жаңалықтар шығып жатса, бірінші сіздермен бөлісем, құрметті көрермендер. Бұл әзірге осындай демо версия дейді ғой, сондай версия болып тұр. iCloud-ты бұғатын бұзу
толығымен